Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Аяла тәттілері. Бүгін осындай тек 3 ингредиенттен тұратын хворос дайындаймыз. Осы рецептпен жасауды кеңес беремін. Бір жасағаннан күшті шығады. Ол үшін бізге жұмыртқа, шым тұз және ұн қажет. Достар, ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Сол кезде біздің қамырымыз өте жақсы иленіп, түйіршіксіз әдемі болады. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ қамыр болады. Осы қамырымызды пакетке 5-10 минутқа қойып қоямыз. Дәл видеодағыдай жұқа етіп жаясыздар. Достар, каналымда үнемі шығып отыратын оңай әрі ерекше рецептерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Достар, хворосымызды осылай жайып, дәл видеода кесіп аламыз. Қызып тұрған майға хворосымызды қуырып аламыз. Міне достар, біздің хворосымыз дайын болды. Көп ингредиентті қажет етпейтін өте қарапайым рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы дайын болған хворосымыздың үстіне сахарный пудра сеуіп қойсаңыздар да болады, немесе мен сияқты сгущенкамен араластырсаңыздар да болады. Достар, видео ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен каналыма тіркеліп алыңыздар. Алла қаласа әлі көптеген рецепттер шығады.